Бұл ғимарат бір ғасырдан тарихы терең темір жол вокзалы Ақерек қасынан қаланған, күрделі жөндеуден өткізілген. Адамдарға рахмет айту керек, Әкешім, анашым, ішіміз рахмет айтайшы. Жарайды қызым, жүр. Сіздерге мың алғыс. Сіздерге мың алғыс. Қызымыз екеуміз осындай салқын күнде дайындаған ыстық кофеміз ас болсын. Еңбегіңіз үшін мың алғыс. Ой, рахмет. Сен де мен сияқты қызметкер бол. Бұл сенің болашақ білім алатын мектебің, балабақшаны бітірген кезде осы мектепке келетін боласың. Еңбектеріңіз үшін мың алғыс. Ой, рахмет, кәнеки. Сабақты жақсы оқы. Әумин. Қызым, сенің кішкентай балалық шағында осындай үлкен әдемі ғимараттар болуы әбден лайық. Бұл адам жанына азық беретін руханият деп аталады. Анашым көрейікші. Жүр қызым. Біздің кітапханамызға қош келдіңіздер. Фарида, біздің кітап көрмелерімен таныс бол, Бүгінгі бала білімді бала кітап көрмесі. Мына жерде барлық кітаптар білімге құштарлықты арттыруға арналған кітаптар, яғни күн жүйесі деген сияқты, климаттың өзгеруі, білім саласына қатысты. Сонымен қоса, даналық кітабы деген бар. Абайдың барлық кітаптарын ручка өзі оқып береді. Ертегілер әдемі, сыр шертеді әдемі деген кітап көрмеміз. Бұл жерде барлық қазақ ертегілері және барлық шетел әдебиеттерінің аударылымдары, ертегілері бар. Қарасаңыздар болады. Сіздің еңбегіңіз үшін алғыс. Рахмет. Үлкендерге басып, алғыс айтам үшін жүрек. Сіздер барда біз үшін әлем тұрар күлімдеп.